Ауzu биллахи минашшайтаниррajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қадірлі, құрметті мұсылман ағайын жұрт, сіздерді келе жатқан Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймыз. Алла тағала баршамызға ораза айында ораза ұстауға күш, жігер, қайрат, тауфиқ берсін. Және ораза айында не істеу керек, не істемеу керек, оны білу жайында осы қысқаша айта кетейін. Жалпы намаз оқымайтын адамдар ораза ұстаса бола ма деген сұрақ қойып жатыр. Негізінде бір ораза өз алдында бір құлшылық. Сондықтан Алла Тағала Құранда айтады: "Уа иманға келгендер, сіздер бұрынғыларға өздеріне парыз болғандай сендерге де ораза ұстау ораза айында парыз болды. Ораза ұстап тақуалыққа жетесіңдер." Яғни ораза бізді тақуалығымызды арттырады, керемет ұлық ай. Сондықтан намаз оқымайтын адамдарда ораза айы кірген кезде ниет етіп, Құдайдан кешірім сұрап ораза ұстаса, нұр үстіне нұр болады иншалла. Мұсылман болу әсте-әсте дейді, кәпір болу бір пәсте дейді. Осылай жаймендеп бір жылы ораза ұстаса, келесі жылы намазын үйренсе, одан кейін қажылығына барса деген сияқты, осылай жай-жай адам үйреніп кетеді иншалла. Одан кейін, құрметті бауырлар, сіздер мына нәрсені біліп жүріңіздер. Енді жалпы кейбір адамдар бұл қалай болады екен деп білгісі келіп тұратын нәрсе. Бұл ораза кезде адам келетін сілекейі түкірігін жұтса, ораза бұзылмайды. Әрине толтырып жұтуға болмайды, бірақ келген сілекейді жұтса, ораза бұзылмайды. Беттен сүйсе, ораза бұзылмайды. Баласын, кішкентай баласын жақсы көріп иіскесе, ораза бұзылмайды. Әтір сепсе, ораза бұзылмайды. Душқа түссе, ораза бұзылмайды. Тек су жұтып қоймау керек, тамақтан өткенін байқау керек. Яғни күн қатты ыстықтап кетсе, салқындау үшін бір шайынып алса, мәселен, ол оразаны бұзбайды. Ерлі-зайыптылар кешке ауыз ашқаннан кейін ерлі-зайыпты ақыларын өтесе рұқсат, ал бірақ ораза аузы берік болып тұрып, яғни қарым-қатынасқа түсуге болмайды. Ол үлкен күнә, 60 күн кафаратты қажет етеді. Дәретсіз және ғұсылсыз ауыз бекітуге болады. Азанда ұйқыдан тұрғанда, мәселен, біреудің ғұсыл дәреті жоқ болса, бірден аузын бекітіп алып, кейіннен кейінде жаңағы тамақтан су өтіп кетпейтіндей дәрет алса болады. Яғни дәретсіз, ғұсылсыз ораза ұстай беруге болады. Одан кейін оразаның бірінші күні ниет етпегендер екінші күннен бастап ниет етсе, ұстай берсе болады. Яғни айттан соң жіберіп алған бір күннің қарызын өтейді. Яғни белгілі біреу ауырып қалуы мүмкін, біреу жаңа жолға шығып кетуі мүмкін, сапарға шығып кетуі мүмкін деген сияқты. Ал сәресіге ұйықтап қалған кісі еш нәр татпастан, тамақ жеместен қайтадан сол оразасын ары қарай жалғастырып ұстай берсе болады. Біле тұра ішіп жеу оразаны бұзады. Және темекі шегу, насыбай ату деген сияқты жаман қылықтарды ораза кезде біліп тұрып жасау оразаны бұзады. Және ерлі-зайыптылар біле тұра қарым-қатынасқа түсу оразаны бұзады. Яғни мына аузын жаңбырдың суларында мысалы жауып жатқан кезде аузын одан жұту, ол да оразаны бұзады. Енді оразаны кімдерге ұстамауға рұқсат? Яғни сапарға шығып кеткен жолаушы адамға ораза ұстамаса рұқсат. Жүктілік, яғни аяғы ауыр аналар, бала емізетін аналар ораза ұстамай-ақ қойса, яғни рұқсат етілген. Бірақ бұлар кейін оның сапардан келгеннен кейін, болмаса баласын аман-есен босанып алғаннан кейін, емізіп біткеннен кейін ол оразаның қазасын өтейді. Одан кейін ауырып қалған сырқау адамдар жазылғаннан кейін барып оразаның қазасын өтейді. Кәрілік келген кісілер қартайып, олар ораза ұстамай-ақ қойса, денсаулығына байланысты, кәрілігіне байланысты, оған да оразадан, яғни рұқсат етілген. Бірақ олар ол кісілер жағдайы жетсе, орнына фидия берсе болады. Яғни бір міскінді сәресі кешкі ауызашар тамағын құнын төлейді. Ол біздің биыл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуа бөлім бекіткен несі 2500 теңгеге түсті. Әр адам осылай өтейді. Яғни 30 күнге 75 000 теңге берсе, жаңағы 30 күн бойы бір міскінді тамақтандырса, мойнынан осы оразасы түседі. Одан кейін хайыз, етеккір, нифас келген әйелдер тазаланғанынша ораза, яғни ұстамайды. Сағыз шайнаса ораза бұзылады, ал бірақ енді үлкен қызметтегі жұмысқа баратын кісілер мәселен тамақтан су өтіп қалмай байқап, әрең жаңағыдай өте ұқыптылық сақтықпен тісін мисуак деген бар, сонымен тазаласа болады. Бірақ бұлай зубный паста щеткамен де
жаңағыдай өте мұқият түрде байқап қолданса рұқсат деген де ғалымдардың көзқарасы бар. Жоқ, рұқсат емес, тек қана мисуакпен тісін тазалаған абзал деген ұстаздардың, ғалымдардың пікірі басым. Жаңағыдай сапарда яки ауырып қалған, болмаса жаңағы бала емізген кісілер ораза біткеннен кейін тек қана қазасын өтейді. Ал әдейі біліп тұрып ішіп жеп бұзық болған адам 60 күн ораза ұстайды. Оның кафараты шариғатта солай келістірілген. Ол ораза біткеннен кейін, айттан кейін, Алла тағала осы қаза болған, мен сапарда болған кездегі қаза болып кеткен оразаларымның қазасын өтеуге ниет еттім деп, сол кәдімгі таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жеуден, жыныстық қарым-қатынастан тыйылып оразасын ары қарай жалғастырады. Енді осы қасиетті Рамазан айы біткеннен кейін үлкен Шәуәл айы басталады. Кімде-кім Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай сауапқа ие болады дейді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам. Сондықтан біз осы Шәуәл айында 6 күн ораза ұстап, 1 жылдық сауапқа ие болуға жалпы мұсылмандар қатты құмармыз. Сондықтан құрметті қадірлі ағайын, 30 күн оразаны аман ұстап, 6 күн Шәуәлға да Алла тағала аман есен жеткізіп, сол оразаны ұстауға сізбен бізге Құдай тағалам нәсіп етсін. Жалпы ораза кезде той-тойлауға бізде, әсіресе қазақ халқында барлығы оразадан кейін деп қалдырып жатады. Бірақ ауыз ашқаннан кейін біз ауыз ашарымыз, дастарханымыздың өзі үлкен бір той, қуаныш. Сондықтан ауыз ашқаннан кейін сондай көңілді үйдегі ағайын туыс бәрін жинап шай ішіп ораза кезде көңіл көтерсе де болады. Бірақ қазір енді карантиндік жағдайға байланысты көп жиналмаңдар деп жатыр Алматы, Қызыл аймақта. Сондықтан ондай нәрсені барлығы елден коронавирус кетіп, ауру сырқат тарап, жақсы заманға оралғанша бүкіл сақтық шараларды біз өте ұқыпты болуымыз керек. Сақтық шара біткеннен кейін бәрі баяғы біз қалпына түскеннен кейін жайлап барлығын осы ата дініміздің жолы бойынша сақтықпенен әр нәрсенің өзінің шеңберінен шықпай жасаған абзал. Құрметті қадірлі көрермен бауырлар, ауыз бекітетін кезде ниетті, ауыз ашар кездегі дұғаны араб тілінде muftiyat.kz деген сайтқа кірсеңіздер жазылып тұр. Соны оқып жаттап солай айтқан абзал. Ал енді бұған мен білмеймін, тілім келмейді деген кейбір үлкен кісілер болса, оны астында кирилл әріппен жазылған, солай оқысаңыздар болады. Сосын қазақша астында мағынасы переводы тұрады. Сол қазақ тіліндегі мағынасын айтып, Алла тағала таң атқаннан күн батқанға дейін ораза ұстауға ниет еттім. Алла тағала оразамды қабыл ет деген сияқты. Бүгін таңнан кешке дейін ораза ұстадым. Алла тағала ұстаған оразамды қабыл ете көр, күнәмді кешіре көр деп, осылай қазақ тілінде өзіңіз Алладан не тілегіңіз келеді, сол тілектерді тілеп, солай ауыз бекітіп, солай ауыз ашып жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болады. Жалпы ораза кезде мұрынға, көзге дәрі тамызу негізі ауыз ашқаннан кейін тамызған абзал. Ауыз берік кезде тамызбау керек, себебі ол мұрыннан кірген нәрсе тамақпен байланысы бар, ары қарай оразаны бұзып жіберу қаупі бар. Сондықтан оразаны бұзады дейді ұстаздар. Қасиетті ораза айында көбінде Құран түскен ай, Құран айында Құранды 114 сүрені бастан аяқ оқып шыққан абзал. Бір мұсылман ретінде. Оны араб тілінде оқысаңыз болады, қазақ тілінде мағынасы бар, соны оқысаңыздар болады. Осы жақында бізде үлкен көп кітаптар аударылып жатқан, діни қазақи Құрандар көп. Сол кітаптарды оқып, одан кейін тәсбih тартып, күніге 100 мәрте Алладан кешірім сұрау, астағфирулла, субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар, ва ла хаула ва ла қувата илля биллахил алиyyil азим деген сияқты дұғаларды күніге 1000 мәртеден айтамын. Мен пайғамбарымызға осы ораза айында 1000 мәрте салауат оқимын, Құранды бастан аяқ оқып шығамын. Мен күніге осындай 20 ракат қосымша нәпіл намаз оқимын деген сияқты осылай сәресі уақытында сәресін ішіп дұға, зікір, пікір, шүкір, кешкісін тарауих намаз,
осы ораза айында бір аурудың жағдайын сұрау, біреуге дәрі алып беру, біреуге барып көмек беру, продукт алып беру, бір жаңағы инвалид, мүгедек кісілерге көмектесу, қарт кісілердің барып үйін жинап беру деген сияқты осындай сауапты істермен көп шұғылданған абзал. Құрметті, қадірлі оразаны алғашқы ұстаушы мұсылман бауырлар, сіздерге айтарымыз, осы қасиетті ай қасиеттіліктерімізді арттыратын керемет ай. Сондықтан ұйқыны қысқарту керек, көбінде құлшылықпен, тіршілікпен, пікір, зікір, шүкіршілікпен өткізгеніміз абзал. Себебі осындай бір керемет айда 1000 айдан қайырлы қадір түніміз бар, 30 күн ораза, кешкісін тарауих намаздар бар, күніге сәресіне тұрып, дұға қабыл болатын уақытта ұйқыдан тұрып дұға тілейтін кезеңдер бар. Алла Тағала бізді жақсы көреді ғой, бізді жақсы көрген үшін бізге осындай керемет қасиетті ораза айын, қадір түнін, тарауих намазын, сәресі уақытын, дұғалар қабыл болатын кездерді нәсіп еткен. Осы кезде таудай күнәмен кірген біздер, күнәһар құлдар, Алладан көп кешірім сұрасақ, Алла Тағала біздерді кешіреді. Шәкәрім Құдайбердіұлы атамыз айтады ғой, таудан үлкен, тастан ауыр күнәм бар, Құдайым кешірем десе еш нәрсе емес дейді. Бүгін бар, ертең жоқ болар, өмірді өлім тоқталар. Бесіктен шыққан жолаушы бейітке барып тоқталар дейді. Сондықтан біз бесіктен шыққан жолаушы кетіп бара жатырмыз, қай күні тоқтайтынымызды Алла біледі. Сондықтан біз бұл дүниеден кейінгі мәңгі ой дүниемізге осы ораза айында көп сауап алып дайындалуымыз қажет. Алла Тағала баршамызды осы күнәсі төгілген, сауабы артқан, сондай Құдайдың разы болған салих, ақ жүзді, абыройлы, тақуалы құлдардың қатарынан етіп, аман есен оразаға кіріп, аман есен оразадан шығу